Сәлем достар, сіздермен Алаяқ-нет жобасы, есімім Шамил Қарақожа. Осы кәсіпке бағытталған консалтинг саласы бойынша жалпы кәсіпкермін, консалтингтік қызметтер көрсетеміз, адамдарды кәсіпке баулып оқытамыз. Бүгінге дейін 2000-нан астам адамға сол кәсіптік бағытта, кәсіпке қаржы тарту, мемлекеттік қолдаулар саласы бойынша жәрдем бердік, оқуларын оқыттық. Сіздермен бірнеше сериал сабақтарда бірге боламыз. Бүгінгі негізгі тақырыбымыз осы кәсіпке кірер барысындағы ниша таңдау техникасы. Не себепті маңызды, соның барлығын айтамыз. Көп жерде ниша деп жатады, бірақ көп адам былай салмақты қарамайды. Негізгі кәсіппен айналысқысы келетін адамдар үшін нишаны дұрыс таңдау ол былайша айтқанда жарты жұмыс. Ниша таңдау неге өте маңызды момент? Себебі егер сіз кәсіп бастау барысында осы ниша таңдаудан қате кететін болсаңыз, кәсіпке салатын қаржыңыз, оған кететін сіздің бөлетін уақытыңыздың барлығы де белгілі бір уақыттан кейін нәтижесін беріп, босқа зая кетуі мүмкін. Сол үшін де кез келген кәсіпке кірер барысында нишаны өте бір сауатты түрде таңдау керек. Әр бизнес жайлы ойлар тек біздің өмірлік және бизнес тәжірибемізден шығады. Көп жағдайда осылай ниша таңдаған кезде біздің адамдар, жалпы замандастар десек те, жай өздерінің бір өмірлік опытына, немесе біздің қалада жоқ, немесе біреу жасап жатыр, менде де болады деген секілді, менде солай атып кетем деген секілді, қарапайым ешқандай анализсіз бастап кетеді да, и кейін уже ол ойлары бір жылға жетпей банкрот болып жатады. Көп бизнестің жылға жетпей банкрот болып қалатын себебі де түп тамырына келгенде осы жақтан шығып жатады. Әдетте ниша қалай таңдалады? Жаңа айтқанда көрген, естіген, шамалы болсын тәжірибесі бар нишаны таңдайды, немесе жоқ нәрсені жасаймын деген ой болады да. Біздің ауылда жоқ, көшеде жоқ деген секілді. Мысалы, мен өз опытымнан айтатын болсам, ауылда бір жиын тойға бардық, көрші ауылға. Сол кезде бір қызметтен, ағаларымыз қызметпен жіберді, адам шақырып келді еді. 2-3 көше бойлап жүріп, сол өзіміздің жасап жатқан жиынға адам шақырдық. Қараймын, каждый көшеде әрбір 5-6 үй сайын магазин ашыла берген, и барлығы ашылып жабыла берген да. Сол кезде адамдардың ниша таңдаудан кеткен қателігі ол пәленше магазин ашты, мен де ашам, менде олда да жүріп жатыр, менде де жүреді деген секілді ешқандай сараптап, саналап ашпағандықтан барлығы банкротқа ұшырай берген. Ниша таңдау барысында негізінен бизнестің әртүрлі түрлері бар. Бірінші, сіз қай бизнестің түріне кіргіңіз келеді, сол бизнестің түрін анықтап алуымыз керек. Бизнестер өзінің былай шығу табиғатына, жалпы көрсететін, сататын затына қарай бірнеше түрге бөлінеді. Сол түрлерді қазір сіздерге атап көрсетіп кеткім келеді. Так, бірінші кәсіптегі сала түрлері. Сауда негізгі құндылықтар дейді. Бірінші түрі ол сауда, бәріміз білеміз, саудада береке бар дейді. Ең бірінші мен өзім ұсынатыным, егер сіздің кәсіпте ешқандай да бір тәжірибеңіз болмайтын болса, онда бірінші саудамен айналысып көрген сізге кәсіпкерлік бағытта, кәсіпкерлік жолда көп тәжірибе береді. Сауда негізгі құндылық сауда саласында ол сіздің сататын товарыңыз. Ол азық түлік дүкені болсын, қазір бізде атақты маркетплейстер, Wildberriesте сату керек дейді, Каспиде сату керек дейді, немесе әлеуметтік желілер арқылы, болмаса бір беттік сайттар жасап сату керек дейді. Бұның барлығы сауда саласы болып табылады. Ал жаңағыдай магазин ашып сатасыз ба, немесе маркетплейстер арқылы сатасыз ба, оның барлығы ол сіздің товарды сатуға деген әртүрлі каналдар ғана болып табылады. Екіншісі ол услуга саласы, яғни қызмет көрсету. Қызмет көрсету саласындағы негізгі құндылықтың барлығы ол адам күшімен жасалынады, яғни ремонт болсын, маникюр саласы, сұлулық салондары, клининг, автоподбор, юрист, SMM болсын, барлығы де қызмет көрсету саласы болып табылады. Егер сіздің кәсіп бастауға қандай да бір қаржыңыз жағынан қиындық болып тұрса, ақша сала алмайтын болсаңыз, онда сіздің қандай да бір салада өзіңіздің эксперттілігіңіз бар болатын болса, мысалы маникюр саласы болсын, сұлулық салоны болмаса, құрылыс жұмыстарында, онда сіз қызмет көрсету саласына кірсеңіз болады. Яғни ешқандай ақшасыз өзіңіздің қызметті сату арқылы сіз табыс таба аласыз. Одан кейінгі келесі саламыздың бірі бізде өндіріс саласы. Көп адам бізде қызығатын салалардың бірі, елімізде өндіріс ашу керек деген секілді, бірақ өндіріс саласында негізі құндылық ол құрамдас әртүрлі заттарды біріктіре отырып, қандай да бір затты шығарып, оны сату.
И бұл жерде де нишасына дұрыс кіру керексіз. Өндірісті бұл ашып тастау оп оңай, оны өндіріп тастау оп оңай, оны ары қарай сату керек, оған алатын рынок бар ма, нарық бар ма, сұраныс бар ма, оның барлығын дұрыстап зерттеп барып қана кіру керек. А то сіздің алып қойған аппаратыңыз босқа тұрады, болмаса склад товар толтырып тастайсыз, оның өзі складта жата береді деген секілді срок өтіп. Так, кәсіптегі салалардың топтары келесі бізде ол ауыл шаруашылығы саласы. Ауыл шаруашылығындағы негізгі құндылық ол табиғи заттарды өсіріп, көбейту арқылы табыс табу. Ол деген біздің мал шаруашылығы болсын, мал басын көбейту, етті, сүтті бағытты көбейту, немесе жаңада егін шаруашылығы, қауын, қарбыз, мақта, басқа да әртүрлі культуралар дейді, соларды өсіру арқылы табыс табуға болады. Бұл Қазақстан территориясында жалпы алдағы 10 жылдықтарда болсын кең тарайтын және де перспективалы рыноктардың, нарықтардың бірі. Кәсіптегі сала түрлерінің тағы бірі ол хорека саласы деп айтады ағылшындарда. Ол қонақ үй, ресторан, біздің кафе, фастфудтар, бұның барлығы негізгі беретін құндылығы ол клиентке өзінің қажет уақытысында жататын орын немесе ішіп жеуіне қажетті тағамын уақытылы ұсыну. Бұл жерде жаңағы айтқан біздің донер, суши, пицца болсын, барлығы де осы салаға кіреді. Тағы бір соңғы салаларымыздың бірі ол пассивті бизнес. Осы саладан да таңдап қарасаңыздар болады. Бұл жерде негізгі құндылықтар ол товар, сол товарларды сіз жалға беру арқылы табыс табасыз. Бұл жерде ең артықшылығы сіздің жасайтын іс-әрекеттеріңіз өте аз болады. Мысалы, үй, машина, ақпараттар, әртүрлі нәрселерді жалға беру арқылы табыс табасыз. Сіздерге таныстырылып кеткен кәсіп түрлерінің топтары, жаңа айтып кеттік, сауда, қызмет түрі, өндіріс саласы, ауыл шаруашылығы, қонақ үй, ресторан, жалпы хорека саласы и пассивті бизнес. Осылардың арасынан сіздер ниша таңдаған кезде өздеріңізге қай сала дұрыс болады, и осы кәсіптердің қандай түрі бар жалпы деген сұрақтарға келген кезде осылай жікке бөліп қарау керек. Осы кәсіп түрлерінің нишаны қалай таңдаймыз, қандай критерияларға қараймыз. Жаңа айтып кеттік, қандай да бір кәсіпке кірген кезде тупа кіруге болмайды. Конкретно жаңағыдай анализ болу керек. Қайсысы қаншалықты ол жерде рынок бар, табыс бар ма, жоқ па деген секілді қазір алдағы слайдтарда сіздерге бөліп әрбір критерияларда қандай критерияларға қарау керек екенін айтатын боламын. Соны өздеріңізге түртіп алыңыздар, ниша таңдау барысында міндетті түрде қолданыңыздар. Ең бірінші, мысалға айтып отырайық. Жаңа айтып кеттік кәсіптің 6 түрлі саласын, бірақ мен жерде сізге 2 түрлі кәсіп негізінде мысалға келтіре отырып түсіндіретін боламын. Біріншісі кофейня, біздің ең қазір көп таралып жатқан, көп қай жерге барсақ та кофейнялар көп ашылады. И алғашқы жалпы кәсіпке кірген кезде қолдануға, ашуға болатын көп капиталды талап етпейтін кәсіптердің түрінің бірі. Екіншісі кең тараған ол азық-түлік дүкені. Кез келген тұрғын үйлердің астында немесе көше бойында азық-түлік дүкендері өте кең таралған, жалпы кез келген жерге керек нәрсе. Осы екеуін салыстыра отырып, мысалы мен өз вариантын айтатын болсақ, кәсіп ашқым келіп тұр, қазірше осы 2 саланың біреуін таңдауым керек. И оған мен қалай анализ жасаймын. Ең біріншісі біздің қарайтын критерийіміз ол инвестиция сомасы. Яғни егер мен азық-түлік дүкенін ашатын болсам, мендегі бар ақша жете ма? Немесе кофейня ашу үшін өзімнің қалтамда тұрған қазіргі ақшам жете ма? Сол нәрсеге қараймыз. Егер ақшаңыз даже болмаса да, жаңағыдай әртүрлі қолдау көздері бар, мемлекеттік гранттар, немесе басқа да салалар бар да, сол жақтан ақша алған күннің өзінде ол ақшаны қайсысына салалам, қайсысына ол толықтай кәсіпті бастап кетуге, алғашқы оборот жасауға, продажаларды алып келуге жеткілікті екенін біліп тұрсаңыз, сол ақша бар ма, жоқ па, сол бойынша осы жерде оценка қоясыз. Яғни инвестиция сомасы бар болса плюс, жоқ болса минус, яғни жеткілікті болса. Менің жағдайымда, мысалы алайық, екеуіне де жеткілікті түрде инвестиция қаржысы бар менде. Екінші критерий, ол өзіме қызық нәрсе ма, өзіме қызық кәсіп пе, яғни кәсіби подход болмағанымен алғашқы этапта ескеру керек. Негізгі кез келген кәсіпте бизнесмендер ол барлығы өзіне қызық нәрсемен ғана айналысып жүрген жоқ. Бастысы дұрыс жасап, қаржы тауып жүре. Соңғы нәрсе бізге керек ол ақша ғой. Сол үшін де
бұл былай кәсіби подход болмағанымен, егер осы критерийді бір ескеріп кеткен жөн. Бұл сала кірейін деп жатқан, ол сізге қызық па, қызық емес па? Мысалы, мен өз тарапынан айтатын болсам, кофейняда, жаңағыдай азық-түлік дүкенінде маған особо қатты қызық емес, прям мына жағдайда. Сол үшін де мен мына жерге минус қойып қойдым. Так, үшіншісі, былайша айтқым келген, өзіңізге қызық емес, қызық қана бизнеске кіру керек деген нәрсе, ол 100% дұрыс тұжырым емес. Үшінші критериіміз бізде менің онлайн білімім сай ма, біздің кәсіпке маңызды емес деп тұр. Қараңыздар, кіретін кәсібіңізге, таңдап жатқан нишаңызға сай сіздің онлайн біліміңіз бар ма? Яғни, оны онлайн салада дамыта аласыз ба дейді. Қазір білесіздер, онлайн нарықтың дамып отқан заманы, онлайнда егер сіздің кәсібіңіз жаңағыдай қарапайым парақшасы болмаса, онда сіздің кәсібіңіз жоқ деген деп айтуға болады. Сол үшін де бұл сала бойынша сіздің онлайн біліміңіз бар ма? И біздің таңдап отқан кәсіптер бойынша қарасақ, кофейня, азық-түлік бұл жерде қатты онлайн білімді талап етпейді. Сол үшін де екеуіне де плюс қоя берсек болады. Егер де мысалы сіз оқу орталығын ашайын деп жатсаңыз, ол кезде мысалы онлайн оны дамытуға деген сіздің білім бар ма, жоқ па, соған сәйкес плюс немесе минусты қоясыз. Так, төртінші біздің критерия, менің нишаға сәйкес білімім бар ма? Енді жаңа онлайннан бөлек нақты осы салада сіздің неңіз біліміңіз бар ма? Мысалы кофейняда, мен өз тарапынан айтатын болсам, мен кофейня бойынша сатып алып анда-санда ішкен болмаса, оны қалай жасайды, ол жерде қандай кофелерді қалай іріктеу керек, болмаса сироптарды қалай алу керек, қалай қосу керек, қандай машина алу керек деген секілді нәрседе ешқандай білімім жоқ. Сол үшін де мен минус қойып отырмын. Ал екінші азық-түлікке плюс қоямын, ол жерде былай сырттай қарасаңыз түсінікті, просто поставщиктен товарды алдың, магазинге қойдың, саттың деген секілді. Сол үшін де бұл тараптан мен азда болсын білімім бар, оған плюс қойдым. Так, бесінші, өсіп жатқан нарық па? Осыны қатты ескеру керек. Не үшін? Себебі бізде бизнес ашқан кезде көбінесе нарықты тексермей жатамыз. Ол нарық өсіп жатыр ма, өсіп жатқан жоқ па деген секілді. Жалпы қарай нарықтың көлемі қалай есептеледі? Нарықтың көлемі ол жерде бар кәсіп сандарымен емес, жалпы бір жылда сол салада сатылып жатқан тауарлардың общий суммасы қанша? Мысалы 1 миллиард теңгеге бір жылда товар сатыла ма, немесе одан да көп 500 миллионға сатыла ма деген секілде, 500, одан да көп 500 миллион деппін ғой. Одан да көп миллиардтарға сатыла ма да. Мысалы, нарықтың көлемі бір жылда 1 миллиард теңге дейік бір сала бойынша. И получается, сіз ол нарыққа кірдіңіз, максимум бір жылда сіз бүкіл нарықты монополист болып жаулап алғанның күннің өзінде сіз максимум бір жылда 1 миллиард ғана товар сатасыз деген сөзді ол. Сол үшін де нарықтың көлемі өсіп жатқан, қаншалықты үлкен болса, ол салада сіз үлкен табыстарға жете алу шансыңыз, мүмкіндігіңіз жоғары болады. Біздің салада айтатын болсақ, кофейня саласы ол өсіп жатқан рынок. Байқасаңыздар, жылдан жылға бүйтіп кофе ішу деген нәрсе трендке еніп келе жатыр да, адамдардың барлығы жұмыста болсын, немесе таңертең болсын, күнге хотя бір рет кофе ішуге, немесе андай тренд келіп жатыр, шаршаған уақытта кофе ішу керек деген секілді. Жалпы айтқан кезде кофе ішушілердің саны артып келе жатыр. Бұл біздің статистика бойынша ол өсіп жатқан нарық болып табылады. Ал екінші азық-түлік саласы бойынша плюс немесе даже минус та қоя беруге болады. Себебі бұл жерде нарық адам саны өсіп келе жатқанымен азық-түлік саласында монополистер де өте көбейіп келе жатыр. Алтыншы біздің критерий ол қарапайым бизнес модель болу керек. Ол деген қалай? Көп жағдайда мысалы кейбір кәсіптерде, мысалы кәсіпте қалай? Кәсіп ашылды, қандай да бір қызметтер немесе товарларды сату арқылы бірнеше этаппен клиентке жеткізіп, тапсырманы орындап, ол клиенттен қаржысын алу. Сол клиенттен қаржыны алуға дейінгі этаптардың саны көп болатын болса, ол жерде бизнес модель өте қарапайым емес болып табылады. Ал бастапқы уақытта кәсіпке кірген кезде жалпы тез көбею үшін немесе жалпы аяққа тұру үшін бизнес модельдің қарапайым болғаны тиімдірек. Сол үшін де осы критерияға қарау керек. Мысалы, біздің жағдайда кофемен қарайтын болсақ, кофейнямен бизнес модель өте қарапайым. Жаңағыдай машинканы қойдың, кофелерді алып келдің, клиентке саттың деген секілді. Ал азық-түлік саласында ол сәл бизнес модель қиындау, себебі бұл жерде поставщиктерден бөлек маржасы өте аздау болады. Одан бөлек
тауарлардың бұзылып кетуі бар, немесе таңнан бастап азынан кешке дейін жұмыс істеу керек деген секілді, немесе поставщиктерді постоянно өзгертіп отыру керек. Жалпы кофейнямен салыстырған кезде, былайша айтқан кезде, екеуінің арасында салыстыратын болсақ, оның бизнес моделі сәл күрделірек. Сол үшін де біз кофейняға плюс қоямыз. Жетіншісі, масштабтауға оңай ма? Көп жағдайда біз бизнеске кірген кезде бір точканы ашамыз да, мысалы мен өз опытымнан айтатын болсақ, аяқ киім магазинін ашқанбыз. Именно осы критерийді мүлде ескермегенбіз. Себебі сіз жақсы бір магазинді аштыңыз, оны айлық оборотымен былай табысты қылып табысқа шығардыңыз. Ай сайын 1 миллион теңге табыс тауып тұр. Но бүйтіп қарасаңыз 1 миллион теңге сізге ай сайын жүріп тұруыңызға жетуі мүмкін, бірақ ары қарай өсуіңіз керек, үй жай алуыңыз керек деген секілді ғой. Оған жетпейді. Ол үшін сізде или дәл сол точкада өте көп сату керек. Ол жерге енді адам келе бермейді тыпырлап. Бәрі өзінің шегі бар. Значит, сізге екінші точка ашу керек. Одан кейін ары қарай үшінші точка ашу керек. Франшизаға шығу керек та. Сізге ары қарай басқа да нүктелер ашу керек, болмаса франшизаға шығу керек деген секілді. Сондай нәрсеге оңай ма, оңай емес пе, сол жағын қарау керек. Кофейня жағдайын қарайтын болсақ, кофейняда екінші точкаларды ашу өте оңай. Бір точкаға 1-2 миллион кететін болса, анандай островокты алдың, аппараттарды қойдың, басқа нүктелерінде дәл солай көбейте аласың. Яғни тез масштабқа шығып кетуге болады. Ал азық-түлік жағдайында дүкендерді масштабқа шығару кофейнямен салыстырғанда өте қиындау. Сол үшін де біз кофейняға тағы да плюс қоямыз. Так, 8-ші, нарық басып алынған ба? Осы нәрсені ескеру керек. Мысалы айтатын болсақ, жаңа айтып кеттім, азық-түлік саласында қазірде мынандай нәрсе келе жатыр. Әртүрлі үлкен компаниялар үйлердің астында орналасқан өте жаңағыдай жирный точкалар дейді, соның барлығын өздерінің компанияларының күшімен сатып алып жатыр. Көп деген, мысалы Шымкент қаласында болсын, Астана қаласында болсын, үлкен-үлкен сеттер, мысалы қарапайым айтатын болсақ, Магнумге желініп кетіп жатыр. Немесе мынандай нәрсені келтіруге болады, нарық бойынша құрылыс саласына кіріп жатырмыз десеңіз, кірпіш шығарғыңыз келеді, кірпіш шығаратын зауыт жасағыңыз келеді деген секілді. Бірақ бір өңірде уже үлкен бір завод бар болатын болса, ол бүкіл сол рыноктың қажетті көлемде керек кірпішін шығарып, барлығын сатып отыратын болса, ол жерге кіріп не стоит. Сіз кіргенмен бәрі сізге нан жоқ ол жерде деген секілді. Сол нәрсені қарау керек. Мысалы, біздің жағдайда нарық басып алынбаған кофейняны аша беруге де болады. Азық-түлік дүкенінде дәл солай. Ойлауларыңыз мүмкін, кофейня деген толып кетті ғой деп. Ол толып кеткені ол нарықтың басып алынғаны емес, наоборот, сұраныстың көптігі деген сөз. Конкуренцияны, осыған келді. Конкуренцияны оннан көп болу керек. Бізде көп жағдайда мынандай кері қате түсініктер болып жатады. Конкурент жоқ, мен осы бизнесті ашам деп. Значит, конкурент жоқ па, ол сіздің ұсынып жатқан, ашылайын деп жатқан бизнеске мүлде сұраныс та жоқ деген сөз. Сол үшін де кемінде конкуренцияны оннан көп болу керек. Мынандай тенденция бар, мысалы, байқасаңыздар, бір линияның бойында ресторандар немесе фастфудтар өте көп ашылып тұрады, бір-біріне конкурент деп ойлайсың ғой, бірақ олар қаншалықты бір точкада солардың саны көбейген сайын әр бір точканың саудасы түспейді, керісінше арта береді. Себебі адамдар осы жерден мен кез келген өзіме ұнайтын нәрсені табам ғой деп сол точкаға барады. Сол үшін де сіздің кіретін рынокта конкуренцияны оннан көп болу керек. Біздің жағдайда екеуінде де плюс. 10-шысы, сұранысты тексерудің оңайлығы. Бұл жерде біз кез келген кәсіпті бастау барысында желательно тест жасап алу керекпіз. Мысалы, онлайн маркетплейстерде сауда жасайтын болсаңыз, просто товарыңызды продажаға шығарып, сізде товар жоқ болса да, оған адамдар клик жасай ма, қызығып сұрай ма, сол нәрсені тексеру керек. Мысалы, мынандай да мысалдар бар. Бізде бір таныс бала жолдың бойында өзінің орналасқан, өзінің тұратын жерінде жаңағыдай фастфуд, донер сататын точка ашқысы келген, бірақ ол сұранысты білмейді. Сұраныс бар ма, жоқ па, вроде машиналар өтіп жатыр, но ашса тоқтай ма деген секілді. Ол оны қалай тексерді? Сол кішігірім зданияға төбесіне жаңағыдай өзінің атын жазып, брендтің кішігірім болып атап фастфудын, донер деген секілді қылып жарнама жазып қояды. Күнделікті өзі сол жерде отырып, оған қанша машина тоқтайтынын тексереді. Сол арқылы ол жерде күнделікті примерно қаншалықты сұраныс болады, соны біле алады. Ол жерде қорқатын ештеңе жоқ. Сізге если даже машина келіп тоқтаса да айтасыз, мен енді ашылайын деп жатырмын, айып етпеңіз, просто сұранысты тексеріп жатырмын деген секілді. Кез келген бизнесте солай сұранысты тексеруге болады. Тіпті OLX-ке де мысалы, просто сіздің товардың
суреттерін қойып, адамдар звондаса да қазір наличиеде жоқ, енді болады деп күнделікті қанша адам хабарласады, сондай статистика шығарып, ол сіздің товарға сұраныс бар жоғын анықтап алу маңызды. Біздің мына жердегі презентациядағы мысалымыз бойынша кофейня мен азық-түлікке де бірақ сұраныс тексеру оңай емес. Мысалы, кішігірім кофейня ашып қоя алмайсың, бизнес-центрде отырып алып кофе сатам деп жүре алмайсың. Сол үшін де екеуіне де минус қоямыз. Так, 11-шісі. Таңдап отырған варианттарымыздың ішінде қайсысы бір ай ішінде бастап кетуге болады? Егер оны ашу срогы ұзақ болып кететін болса, онда сіздің өзіңіздің былайша айтқан кезде ішкі ынтаңыз қайтып қалуы мүмкін, болмаса табысқа шығу сроктарыңыз артып кетуі мүмкін. Сол үшін де қайсысын бір ай ішінде ашып тастауға болады, соны қараймыз. Біздің жағдайда қарайтын болсақ, кофейня немесе азық-түлік, кофейняны бір айдың ішінде ашып тастауға болады. Место жаңағыдай орын тауып, оған келісімшартқа отырдыңыз, кішігірім мебельді тез дайындаттыңыз да, машинканы әкеп қойып, бірден кофені продажаға шығарып аласыз. Азық-түлік жағдайында олай келмейді, ол жерде үлкен ремонт керек, бүкіл стендтерді қою керек, бүкіл тауарларды келу керек деген секілді. Алғашқы уақытта бір айдың ішінде үлгермеуіңіз мүмкін. Қорытындыға келетін болсақ, ең соңында осы салыстырып отырғандардың ішінен просто холодный разумға салып, плюстер санап шығасыз, қайсысынкі артық болды, сол саланы сіз өзіңіздің алғашқы бастайтын нишаңыз ретінде таңдап алсаңыз болады. Осы нишаны таңдап алғаннан кейін сіз ары қарай кәсібіңізге жарнама бересіз, басқасын бересіз. Сол жерде тағы бір ескеретін нәрсе, локациясын таңдайсыз. Ол жерде сіздің мақсатты аудиторияңызды дұрыс біліп алу керек. Сол мақсатты аудиторияңызға бағытталған іс-әрекеттерді ғана жасау үшін осыны ескеру керек. Мақсатты аудитория дегеніміз не? Ол целевой аудитория дейді, ЦА деп орысша көп кең танымал сөз. Сіздің клиентіңіз болуға ықтималдылығы жоғарғы адамдар, ол сіздің мақсатты аудиторияңыз. Не үшін бұл адамдар тобын білу керек? Мысал айтайық, үлкен бір алдымызда тал тұр дейік, алма ағашы да. Сізде ешқандай нақты мақсатты неге лақтыруыңыз, неге тию керек екенін білмейсіз, просто тасты лақтырдыңыз, ағаштың бір бұтағына әйтеуір тиді. Ал сіз нақты мақсатты аудиторияңызды білсеңіз, значит, талда тұрған жемісті атып түсіру керек болсаңыз, онда сіз әрекетті тура соған бағыттап жасайсыз. Реклама берсеңіз де тура сіздің рекламаңызды сіздің услугаңызды немесе товарыңызды қажет ететін адам ғана көретіндей іс-әрекеттер жасайтын боласыз. Не үшін бұл адамдар тобын жақсы білу керек? Мақсатты аудитория қызық болатын контент жасау үшін, мақсатты аудиторияға қажетті тауарларды сату үшін, мақсатты аудитория бар жерден ашылу үшін, мақсатты аудиторияға қызық болатын акциялар мен промолар жасау үшін, мақсатты аудиторияға қажетті сервис ұсына алатын сатушылар жалдау үшін, тауарлардың бағасын анықтау үшін, маркетинг жоспарларын жасау үшін. Мысалы қарасаңыз, мақсатты аудиторияға қажетті сервис ұсына алатын сатушыларды немесе мамандарды жалдау. Бүйтіп қарасаңыз, қарапайым самолеттің өзінде, мысалы алып қарасаңыз, бизнес-класс бар, обычный эконом-класс бар. Ол жердегі ескеретін нәрсе, бизнес-класстағылармен екеуі араласып жүре бермейді. Ана жерде қызмет көрсетіп жатқан стюардтар, стюардессалар. Бизнес-класстың қызмет көрсетуші мамандары бөлек, эконом-класстығы бөлек. Әрқайсының өзінің квалификациясы әрқалай болады. Сол үшін де мақсатты аудиторияны біліп, соған сәйкес деңгейдегі мамандарды жұмысқа алып, солай қызмет көрсету керек. Мақсатты аудиторияны білмеу және кез келген адамды мақсатты аудитория деп санау қандай қателерге алып келеді? Біріншісі, ол қажет емес тауарларды сатып алу. Дүкеннің менің тауарларым қызық емес, сіздің сатып жатқан тауарларыңыз қызық емес, локацияда орналасу, болмаса сондай қажет емес ойын-сауық орталықтарында ашылу. Акциялар сатып алушыларға қызық емес акциялар жасап кетесіз, сол кезде әйтеуір скидка жасап кетесіз, ол сіздің аудиторияңызға может скидка керек те емес шығар да. Әлеуметтік желілерде белсенділігіңіз төмен болады, мақсатты аудиторияны білмеген жағдайда. Мысал айтатын болсақ, мен өзімде аяқ киім магазин ашқан кезде мен бірден 3 түрлі сегментке аштым. Мен аудиториям қылып женскийді алдым, мужскойды алдым, детскийді алдым. Сәйкесінше маған олардың барлығын ассортиментті толтырып отыру өте қиынға түсті. Сол себепті де кейін мен тек қана женский ғана бөлімді қалдырдым. Менің мақсатты аудиториям соншалықты қысқарды, тек әйелдердің ғана аяқ киімін сататын болдым. Сәйкесінше мол ассортимент оларға сала алдым. Жаңағы бұрын ерлер аяқ киім толтыруға құйып жатқан қаржыны тек бір ғана точкаға құйып, бір ғана аудиторияға құю арқылы көп адамға тауар сатуға мүмкіндік алдым.
табыс деңгейіне байланысты қандай сегменттер болады. Енді мақсатты аудиторияны анықтағаннан кейін біз одан бөлек адамдардың деңгейіне қарай өзіміздің товарды ұсынуымыз керек. Ол товарлардың деңгейлер қандай сегменттер бар, соны айтып кетейін. Сондай сегменттердің бірінші сегмент бұл бізде эконом сегменті. Бұл кең дистрибуциямен, минималды пайдамен сатылатын, арзан сатылатын өнімдер. Бірегей ұсыныс бұл жерде тек бағамен ғана. Яғни сіз конкуренцияны тек бағамен ғана жеңесіз эконом сегментінде. Келесі біздің сегментіміз ол орташа төмен, яғни орташа төмен сегменттегі тауарлардың құны мен сапасы ұқсас эконом тауарлардың құнынан жоғары. Ол ассортименттің алуан түрлігімен және бренд пен жарнама шығындарымен ерекшеленеді. Бұл жерде сегменттерді білу не үшін маңызды екенін тағы бір тоқталып кетейін осы арада. Мысалы жаңа айттым мен өз мысалымда аяқ киім магазин болды деп. Сіз мынандай нәрсе жасап қойыңыз мүмкін да, аяқ киім сатып жатқан кезде сегменттер дұрыс қоймасаңыз, сіз бір бөлігіне қымбат аяқ киімдер әкеп қойыңыз мүмкін, бір бөлігіне өте арзан әкеп қойыңыз мүмкін. Но сіздің келетін точкада, сіздің ашылған орталықта жүретін адамның барлығы эконом сегменттің адамы, қарапайым жұмысшылар болатын болса, онда сіздің әкеп қойған қымбат тауарларыңыз ол жерде мүлде өтпейді. Солай өтпейтін товарға негізсіз ақша салып қойып, ақшаны просто бүйтіп товарға айналдырып заморозить етіп тастағаннан көрі сегментті дұрыс біліп товарларды өндірген, таңдаған дұрыс болады. Сол үшін де сегментацияны дұрыс игеріп алған маңызды. Одан кейінгі орташа жоғары тауарлардың бағасы ұқсас премиум тауарларға қарағанда жоғары. Олар орташа деңгеймен салыстырғанда жоғары сапалы болып келеді. Выше среднего дейді. Сол тауарлардың сегменті. Одан кейін премиалды, жоғары сапалы және бағасына сәйкес тауарлар, ол қымбат шикізатқа, бренд үшін маржаға, үлкен жарнамалық бюджеттерге негізделген. Ол жерде жарнамасы өте айқайлап тұратын болады, көрсетілетін қызметтер жоғары, товардың сапасы жоғары болады. Бұл сегментте сіз осы сегментпен жұмыс істегіңіз келсе, онда сіз міндетті түрде брендтің жалпы упаковкаңызға қатты мән беруіңіз керек, немесе ашылатын орныңыз тоже премиальный бизнес-центрлер, немесе премиалды үлкен жақсы сауда орталықтарынан ашылу маңызды. Люкс сегменті жоғары баға болу, ерекше дизайн. Бұл сегмент сатып алушылар өздерінің мәртебесін атап өткісі келеді, яғни люкс екенін көрсеткісі келіп тұрады. Осы нәрсені қатты ескеру керек. Көбінесе люкс клиенттер ол корпорацияның жетекшілері, бизнесмендер, атақты адамдар, саясаткерлер. Осы кісілер люкс сегменттің адамдары болады. Люкс сегментті сіз анықтағаннан кейін сол жердегі мақсатты аудиторияң жаңа айтып кеттік, кәсіпкерлер, олар не киеді, олар не көреді, соған сәйкес сіз ары қарай кәсібіңізді жылжытуға бағытталған іс-әрекеттерді жасайтын боласыз. Мақсатты аудиторияны анықтайтын Шерингтон бойынша 5W әдісі бар. Яғни 5W. Осы 5 сұраққа жауап беру арқылы сіз өзіңіздің мақсатты аудиторияңызды осылай анықтап алуыңыз керек жаңағы сегменттердің ішінен. Ол сұрақтар қандай? Біріншісі what, яғни ағылшынның W сөзі 5 реттен келген. Не сатамыз, яғни өнімнің типі. Екіншісі who, яғни кім сатып алады? Потенциалды сатып алушының портреті қандай? Одан кейін why, неге сатып алады ол? Сатып алуға қандай мотивация ода? Одан кейін when, қашан сатып алады? Сатып алу шарттары қандай жағдайда? Ол жаңағыдай қыс келіп қалың аяқ киім алама, немесе қалың киім алама, сондай қандай жағдайда ол сатып алады? Немесе біреуді құттықтауға, немесе біреуге сыйлау барысында сатып алама, қандай моментте ол сатып алады? Соған сәйкес біз өз ұсынысымызды дайындаймыз. Соңғысы where, сатып алу орны, қай жерден сатып алады ол? Интернеттен сатып ала салатын зат па, маркетплейстен ала салатын зат па, немесе ол адам арнайы бір сауда орталықтарына барып сатып алама? Осы 5 сұрақты қою арқылы біз өзіміздің мақсатты аудиториямызды табамыз. Тағы да мысал келтіріп кететін болсақ, бұл жерде біз люкс сегментте Корей косметикасын алайық. What, яғни не сатамыз? Біз қымбат күтімге арналған корейский косметика сатамыз. Кім сатып алады? Бізде өз бетіне көңіл бөлетін әйелдер сатып алады. Неге сатып алады? Денсаулығы мен сұлулығын ол қашан сақтап тұрғысы келеді. Қашан сатып аладық? 25-35 жас аралығындағы адамдар
және де қандай жағдайда сатып алады, жаңағы күтім барысында күту үшін немесе болмаса біреуге сыйлау үшін сол моментте сатып алады. Сатып алу орны сауда және ойын сауық орталықтарынан. Көп жағдайда байқасаңыздар, Монами болсын, басқа да Корей магазиндері, қазір ресейлік брендтер кіріп жатыр. Оның барлығы үлкен, таза, солидный сауда орталықтарында орналасқан. Сізде дәл осындай сұрақтарды тізе отырып, қайда ашылу керек, кімге сату керек, қашан сату керек, қай жастағы адамдарға сату керек, соның барлығын білетін боласыздар. Бұның өзі кәсіпке кіргендегі сіздің көптеген қателіктер жасаудан алдын алады. Көптеген қателіктер сіздің жасамау, ол сіздің уақытты үнемдейді, сіздің қаржыңызды үнемдейтін болады. Егер мақсатты аудитория ауқымды болатын болса, жағдай болады. Мысалы, мақсатты аудиториямыз кең ғой да, өте жаңағы айтып кеттім ғой, мен аяқ киімге кірген кезде ерлерге де кіріп кеттік, оның ішінде әйелдерге де кіріп кеттік, ол жерде көп ақшаны талап ететін болады. Сонда сіз мақсатты аудитория кең рынокқа кіріп жатсаңыз, онда оны сегменттерге бөлу керек. Сегменттердің ішінде жас бойынша, қызығушылық бойынша, олардың жұмысы бойынша, тұрғын үй, қайда тұратындары бойынша және де отбасы жағдайлары бойынша сегменттерге бөлу керек. Дұрыс ниша таңдап, табысты кәсіпкер болыңыз. Сіздерге мен бөліскен осы ниша таңдау және оның ішіндегі мақсатты аудиторияны нақты табу, жаңа айтып бұл жарты жұмыс кәсіпті бастаған кездегі. Сол үшін де сіздерге сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Дұрыс ниша таңдаңыз және де кәсіп ашыңыз, табысты кәсіпкер болыңыздар. Қорытынды ретінде айтатын болсақ, көп адам кәсіпті бастағысы келеді, кәсіп ашқым келеді дейді. Кәсіп ашу оп-оңай. Мен қашанда айтып жүрмін, кәсіп бастау оңай, бірақ оны табысты кәсіп қылып ұстап отыру, ол үлкен жұмыс та. Себебі көп кәсіпкерлер бар, мысалы миллиардтап оборот болғанмен ол жерде табыс аз ғана болуы мүмкін. Сол үшін де біріншіден табысты кәсіпкер болуға тырысыңыздар. Ол үшін әрқашанда сол кәсіпке байланысты, өзіңіздің салаға байланысты табанды түрде білімді жетілдіріп отыру керек. Тағы үлкен бір нәрсе, ол сізге табандылық керек. Кәсіпке шыққан кезде бір жылдың ішінде кәсібіңіз сізге миллиондар әкелмеуі мүмкін. Орташа кәсіп айтатын болсақ, 3-5 жылдың ішінде сіз үлкен жетістікке жете аласыз кез келген кәсіпте. Сол үшін де бірінші табанды болыңыз. Сол табандылықтың нәтижесінде таңдаған кәсібіңізде шыңға шығуға тырысыңыз.